Қызыл көз. Сарт-сыр еткен дауыстан оянып кетті. Көзін уқалап жатып, жаңағы дауысты тағы естіді. Атып тұрып жарықты жақты. Дауыс жоғалған секілді. Жоқ, қайта шықты. Терезені ашты. Жел соғып тұр. Талдағы бұтақтардың дауысы секілді. Қайта жапты. Еснеген күйі әжетханаға кіріп кетті. Әжетхана ішінде шағын айна бар. Соған ары-бері қарады да, әлі ұйықтау керек екені есіне түскендей қайта шықты. Есіктің кіреберісімен әжетхана бір-біріне жақын орналасқан. Дәл сол қабырғада 4 адам сыйып кететіндей үлкен айна бар. Әжетханадан шыққан Арман айнаға ұзақ қарап тұрып қалды. Бағанағы тысыр есіне қайта түсті ме? Айнадағы өзінің бейнесін көріп шошып кетті. Лезде жарықты өшіріп көрпесіне қарай жүгірді. Енді жатуға ыңғайлана бергенде бағанағы тысыр қайта әдетіне салды. Көрпені бетіне дейін жауып, телефонынан көңілді әуен қосты да, ештеңе естімеген адамдай ұйқыға кетті. Ұйықтап жатып қара терге түсті. Әлденені ұмытып кеткендей орнынан атып тұрып, жарықтың бәрін жақты. Тіпті әжетхананың да жарығын жағып, есігін ашып қойды да, темекісін алып балконға шықты. Далада жел бар, бұтақтардың тысырлаған дауысы анық естіледі. Жүрегі орнына түскендей болды. Қалтасынан сіріңкесін алып тұтатып жатыр. Ерке жел қайта-қайта үрлеп, өшіріп тастайды. 5-6 шырпысы жанып бітті. Қолын қанша алқалап көрді. Жел алақан ішінде кіріп үрлеп, үлгеріп жатыр. Терезе жақтауында тұрған шақпақты алып, желге ерегескендей адамдай темекісін рахаттанып тұрып тұтатты. Ішке тартқан сайын жаңа ғана тұтанған темекінің басы қып-қызыл шоқ секілді қызарып, қайта бәсеңдейді. Балкон үйдің артқы ауласына қарайды. 10 шақты ағаштың айналасын қоршап, өзіне бау-бақша жасап алған астында тұратын көрші кемпірдің жөтелі де естілді. Күн ортасында жөтелі үдейтін еді. Арман оның қай кезде жөтеліп, қай кезде басылатынын жаттап та алған. Темекісі біткенше әр нәрсені ойлады. Бұрын естіген аңыз әңгімелер, қорқынышты оқиғалар артқа айналған кассета секілді орала берді. Ойламайын десе де, біреу миына тапсырма беріп әдейі істегендей кезек-кезек еске түсірді. Айналып жатқан кассета бала Арманның кішкентай кезінде әжесінен естіген қызыл көзге бір-ақ жетті. Ол кезде қызыл көз дегенді естіген бала біткеннің төбе шашы тік тұрып, жан-жаққа бытырай қашып, тез-тез ұйықтап қалуға тырысатын. Бір нәрсені бүлдіріп қойса, атасы не әжесі ұрсады деп қорықпайтын. Керісінше, қызыл көз біліп қоймаса екен деп уайымдайтын. Сол қорқынышты кейіпкердің бір бала оны өмірде көрмеген еді. Есіне оралғанына жыны келді. Кенет көзі ауладағы талдардың бірінен өзіне тесіле қарап тұрған қып-қызыл көзге түсті. Ұйқысынан жұлып алған тысыр қай-қайдағаны еске түсірген ойы, енді міне қып-қызыл көз. Арман темекісінің тағы 2 рет тартып жіберуге болатын бөлігін тастай салып, ішке кірді де балконның есігін тарс жаба қойды. Қайтып ол жаққа ағаштарға қараған жоқ. Пердені түсіріп төсегіне жүгірді. Барлық бөлменің жарығы жарқырап тұр. Төбесінен төніп тұрған шамға қарап жатып, ұйқыға кеткен Арманды таңда телефон дауысы оятып жіберді. Алло, қалғалай? Бүгін кездесеміз деп едік, қай жерге барайын? Мәссаған, түнмен маза болмай жата алмадым. Қазір шығам, біздің офис жақтағы Starbucksке кел, сонда жолығайық. Жақсы, 20 минутта сол жерде болам. Арман орнынан тұрып, кеше түндегі жағдайды қайта бір есіне түсірді де, балконға қарай жүгірді. Терезенің пердесін күндегідей емес, үрей мен үміт аралас екі ойдың ортасында тұрып ашты. Перде ашылған сайын ар жағынан кешегі қорқынышты ағаштар қайта көрінді. Тағы ашылған сайын қызыл көзде көрінді. Шошып кетті. Қайта жапты. Енді анық көз жеткісі келді. Өңіне түсі екенін ажырата алғысы келіп тұр. Көзін жұмып тұрып, пердені тартып қалды да, көзін ерегескен адамдай айқарашып бедірейе қарады. Ішінен не істей аласың деп тұрғандай күй кешті. Түнімен ұйқысын бұзған қызыл көзі
қызыл түсті талға ілініп қалған пакет екен. Темекісін жұтып жатып ішінен күлді. Күліп жатып айқай салғысы келді. Қорыққанға қос көрінеді деген осы екен ғой деп ішінен мырс етті де ішке кіріп таңға дейін жарқыратып қойған шамдарын өшірді. Өшіріп жүріп күліп жүр. Starbucks алдында күтіп тұрған досымен жолыққан Арман түнде болған жағдайды қызық әңгімеге айналдырып айтып берді. Екеуі әбден күліп кофелерін ішіп болған соң жұмыстарына кірісті. Кеш қарайып күн ұясына батқан кезде Арман офистен шықты. Үйіне такси ұстады. Радиодан ертегі оқып беретін әже балаларға базарлық деп ертегі бастады. Тыңдап отырған Арманның құлағына қызыл көз деген сөз анық естілді. Не күлерін, не жыларын білмеген қалпы үйге жеткенше тыңдады. Қызыл көз туралы аңыз естіп, оның өмірде жоқ екенін, тек ойдан шыққан қорқынышты кейіпкер екеніне көзі жетті. Ертегі аяқталып, әже де қоштасты. Таксиде үйге жетті. Қап-қараңғы үйге кірген Арманда кешегі қорқыныш жоқ. Жарықта асықпай жағып, заттарын үстел үстіне қойды да телефонда қосылып тұрған әуенге елтіп билеп жүріп киімдерін шешті. Балкон жақтан ағаштарға көз тастады. Кешегі қызыл көздеп қорыққан пакеті әлі ілініп тұр. Үйлердің жарығы түскен сайын жарқырап, шынымен де қып-қызыл көзге ұқсап кетті. Шайдың астын қойып, дамбалы мен жеңіл жейдесін іле салып, темекісін алып балконға қайта шықты. «Еу, қызыл көз!» деп ілініп тұрған пакетпен сөйлесе бастады. «Кеше менің зәремді алдың ғой, білесің бе?» Өзімен өзі сөйлесіп тұрғанын байқағанда жоқ. Қайнаған шайнектің даусы сондай ащы. Жүгіріп барып астын өшірді де қайта балконға келіп, қалған тұқылды қалт жібермей тартып, ілініп тұрған қызыл пакетке сес көрсеткендей көзімен бұрылып ішке кірді де пердені жауып алды. Ағашқа ілініп қалған қызыл көз деп көрінген қызыл пакет жабылған перденің ар жағында Арманға қарап көзін қысты. Авторы Марғұлан Ақан, оқыған Қуаныш Толыбекұлы.